Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 5 минутта жасалатын оңай салаттың түрін көрсетемін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Сосын ары қарай төртбұрыштап майдалап турап аламыз. Менің видеома лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Сонда менің видеоларым шыққанда сізге жоғарыда келіп тұратын болады. Алдағы уақыттарда оңай және тез жасалатын рецепттер көп шығатын болады. Бұл салаттың жасалу түрі оңай, әрі 5-ақ минут уақыттарыңыз кетеді. Және де өте тойымды салат. Тез жасалады, көп уақыттарыңызды алмайды. Сосын жұмыртқамызды турап ыдысымызға салып аламыз. Артынан копченый колбасамызды, оны да төртбұрыштап майдалап тураймыз. Колбасаның өзі де ерекше дәм береді. Оны да жұмыртқамыздың үстіне саламыз. Және де сырымызды үкіштен өткізіп, оны да үстіне саламыз. Әр қосып атқан қоспамыз барлығы ерекше дәм береді. Енді үстіне кукурузымызды саламыз. Консервідегі дайын кукуруз. Сосын үстіне майонезімізді құямыз. Құрғақ болып қалмайтындай майонезімізді жеткілікті қылып қосамыз. Егер араластырғанда майонезіміз аз болып қалса, үстіне тағы қосып жіберсеңіздер болады. Бұл салат өте тойымды. Салаттың түрі де сондай әдемі көрінеді. Ары-бері қасықпен жақсылап тұрып араластырамыз. Міне салатымыз дайын.